қандай провокационный сұрақтар қоятыны туралы Бурхан мырзамен біз үш универге тапсырдық. Үшеуінде үш түрлі оффер алдым. Получается, біреуі Ист Англия и Бристол. SHL-ды кеше 27 май күні тапсырдым. SHL тестке толығымен дайындады, теңгерлерін көрсетті, формулаларда қалай есеп шығару керек барлығын көрсетті. Сол дайындық бойынша сәтті тапсырдым. Примерно келетін сұрақтардың барлығын жіберді, оларға қалай ответ беру керек екенін толығымен көрсетті. Яғни өзінің определенный структурасы бар. 1-2 минуттың ішінде барлық сұраққа жауап беріп үлгеру керек деген сияқты. Өзімнің кураторыммен екі рет точно дайындалдым. Бурхан мырзаның өзімен бетпе-бет тоже 2 рет дайындалдым. Менторларыңызға көңіліңіз толды ма жұмыс барысында? Иә, әрине өте күшті қолдау көрсетті олар. Комиссия қалай бағалайтыны туралы, қандай провокационный сұрақтар қоятыны туралы, оған психологиялық тұрғыда қалай дайындалу керек екенін, өзінің ответтеріңді кідірусіз, тезірек ойында нақты қысқа да нұсқа жеткізу керек екенін туралы айтып өтті. Соның барлығы енді көмектеседі деген ойдамын.